Бүгінде саумал терапия деген ұғым кең тараған. Денсаулыққа пайдалы деп, сауын уақытын аңдып жүріп бие байлағандарға баратындар көп. Бірақ біз ішіп жүрген саумал шынымен бұрынғы саумал ма? Жалпы саумал деген не өзі? Бізде бір қате теріс ұғым бар. Мысалы, бие баудың басында ішкен ол биенің сүті. Саумал емес. Саумал дегеніміз дұрыс ашымаған, ашыған процесі әлі жетілмеген қымыз деген сөз. Саумал қымыз. Анау сүт, биенің сүті. Ол бұлаяғы қышқылдар қосылмаған, ашытқы қосылмаған. Ол сүт. Оны біз саумал деп жүрміз. Негізі дұрыс емес. Атауының өзінен жаңылып жүрміз. Бұл айтқанда адасып жүрміз. Сүт, саумал. Сосын саумал кішкене ашу жетпесе, әрине сол саумал жатады да әдемі бабындағыны қымыз деп айтамыз. Сүт, саумал, одан кейін қымыз.